Қызылорданың астаналық кезеңі осы тақырыпта облыс әкімдігінде республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Жиынға облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, Қазақстан Республикасы парламентінің Сенат және Мәжіліс депутаттары қатысты. Сонымен қатар еліміздің басқа өңірлерінен арнайы қонақтар келді. Олардың арасында Алаш қозғалысының көрнекті өкілі, ұлт мүддесі үшін қызмет атқарған қоғам қайраткері Қоңырқожа Қожықовтың немересі де бар. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өтті. Аймақ басшысы Қызылорда қаласының ел астанасы болғанына, қазақ атауының қайтарылғанына 100 жыл толу мерейтоймен құттықтап, өңір бүгінгі мерекеге толайым табыстармен, жарқын жетістіктермен жеткенін айтты. Қасиетті сыр өңірі, астаналар мекені, ұлт руханияты мен мәдениетінің алтын діңгегі, ежелгі сақ заманындағы Шірік-Рабат, Оғыз мемлекетінің астанасы Жанкент, Ағорда мен Қазақ хандығының астанасы Сығанақ қаласы, Қазақ автономиялық кеңестік республикасының астанасы Қызылорда соның айқын дәлелі. Тарихына үңілсең, ғасырлардан сыр тартатын, бүгінін бағамдасаң, келешегі кемелденген, аңғартатын сыр Алаштың анасы деген даналық сөз баршамызға жақсы таныс. Қилы аласапыран замандарда, зұлматқа толы күндерде, ақтабан шұбырынды кезеңде, ел үшін ашаршылық жайлағанда, бүкіл қазақ баласы көш керуенінің басын сырға бұрып, сырды анасындай паналаған. Бұл өлкенің қазақ үшін орны да, жөні де бөлек. Іс-шараға арнайы келген парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары өз кезегінде құр келмегендерін жеткізді. Мархабат Жайымбетов парламент мәжілісі төрағасының құттықтауын барша қызылордалықтарға оқып берді. Құрметті қызылордалықтар, сіздерді Қызылорда қаласының ел астанасы болғанына 100 жыл толу мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл ел тарихындағы елеулі белес, айтулы тарихи оқиға. Осыдан тура бір ғасыр бұрын мемлекет астанасын шалғайда орналасқан Орынбордан қазақтың қалың ортасы Ақмешітке көшіру туралы маңызды шешім қабылданған болатын. Осылайша қастерлі қазақ атауы қайта жаңғырып, сыр бойындағы Ақмешіт қаласы Қызылорда деген атаумен астана атанып, ел дамуының жаңа парағын ашты. Бүгінде Қызылорда жан-жақты дамыған, өндірісі қанат жайған, жайлы да өркендеген алып шаһар. Құрметпен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов. Қазақстан суретшілер кинематографистер одағының мүшесі Сәуле Қожықова өзінің атасы Қоңырқожа Қожықов жайлы естеліктермен бөлісті. Алаш қозғалысының өкілі болған туысы, Қызылорданың тумасы, сыр бойындағы Ақмешіт қаласы Қызылорда атанған өз көзімен көрген жан. Я считаю, что Қызылординская область. Менің ойымша, Қызылорда облысы тұлғаларға бай өлке. Киелі жер десем артық айтпаймын. Қазақстанның алғаш астанасы ретінде маңызды рөл ойнады. Мұнда тарихи оқиғалар орын алды. Біздің еліміздің бастауы осы өңірден бастау алды. Астана болған Қызылорда мен бүгінгі жаңарған Қызылорда арадағы 100 жылда бірнеше тарихи кезеңнен өтті. Мереке қарсаңында Қызылорданың кейінгі 100 жылдық тарихына арналған кітап жарық көрді. Өңіріміздің кешегісі мен бүгінінен сыр шертетін деректі фильмдер түсіріліп, көрерменге ұсынылды. Облыс әкімдігінің бірінші қабатында суреттер көрмесі ұйымдастырылды. Мұнда қонақтар 100 жыл бұрынғы ел үшін маңызды даталарда ел ағартушыларымен түсірілген фотоларды тамашалады. Жаңғалесқақ Бақытжан Ахметов, Жасұлан Бақытбекұлы, Жеті Ньюс.